Армысыздар, құрметті Қажет арнасының көрермендері. Бүгін 15 қаңтар Заманбек Нұрқаділов дүниеге келген күн. Және биыл 2020 жыл Заманбек Нұрқаділов дүниеден өткеніне 15 жыл болады. Ал енді бүгін бізде қонақта Заманбек Нұрқаділовтың жолдасы болған журналист Жұмаш Кенебай мырза. Ал Жұмаш аға, студиямызға қош келдіңіз. Енді биыл білесіз, өте даулы өлімдердің бірі болған кезінде Заманбек Нұрқаділовтың дүниеден озған 15 жыл. Осы орайда сізді сұхбаттасуға шақырып отырмыз. Енді сіз 90 жылдары Заманбек мырзаны биліктен кетсін деп сынап жазған журналистердің бірі болдыңыз, бірақ кейін досына айналдыңыз. Осы орайда бір айта кетсеңіз, осы мәселеден көргенде. Сол 90 жылдары Қазақстандағы тұңғыш демократиялық ұйым Азат қозғалысы құрылған. Соның Азат деген газеті болды, үні. Апта сайын жарық көретін. Осы газетте біз қазақ елінің тәуелсіздігі үшін қызмет еттік. Ол кезде Совет өкіметі тірі кез. 1991 жылы барлық республикалар тәуелсіздігін алып жатты. 1991 жылы 18-ші тамызда Мәскеуде ГКЧП басшылары билікке келді, аяқ астынан. Үлкен төңкеріс деген сөз. Әскери төңкеріс болайын деп отыр. Қайтадан қырғын жасайын деп. Осы кезде мына көптеген жердің басшылары, облыстардың, ол кезде облыстық партия комитеті, қалалық атқару комитетінің төрағасы дейтін. Осылар мына Совет өкіметінің қас жауларын жасырын түрде тізімдерін жасап, осыларды ертең қызыл большевиктер қайта билікке келе қалса, сол тізім дайын тұрсын деп тізім жасаған. Талдықорған облысының сол кездегі басшысы, Қызылорда облысының сол кездегі басшысы осындай тізімдер жасады. Соның Артамонова деген Алматы қалалық атқару комитетінің жаңағы іс басқарушысы болды, әйел. Сол ол кезде билік басында Заманбек Нұрқаділов, оның орынбасары Виктор Храпунов, солар тізім жасап, аса қауіпті адамдардың тізімін жасаған, осылар тұтындау керек деген, сол тізімнің көшірмесі біздің қолға тиді ғой. Содан кейін бірден газетте мақала жаздық. Заманбек Нұрқаділов сияқтылар кетсін орнынан халықтың жаулары деп. Сөйтіп отырғанда мен алдым Назарбаев қабылдады. Қабылдап, осындай сендер осы тесуді қашан қоясындар, анау, мынау деген сияқты әңгіме болды, оның бәрін айтсам ұзақ әңгіме. Содан кейін, жарайды, біраз көп әңгіме болды, ол енді оны айтсаң қазір таусылмайды. Сондықтан да мен, балаң қайда деді, балам Түркияда оқып жатыр деді. Қалай Түркияға барған деді Назарбаев. Мен айттым, енді осындай Совет өкіметі қайтадан қаһарына мінетін болса, бір ұрпақтарың аман қалсын деп, Хасен Оралтай, Азаттық радиосы сол кездегі директоры Мюнхенде. Соның кейін Түркия Республикасының Түркиядағы ұлтшыл, түркшіл басшылар болды. Алпарслан Түркөш деген керемет мынандай Көкбөрілер партиясы деген партияны құрамында Көкбөр. Солар Азат басшыларының әрқайсысының балаларын шетелге алып кеткен. Менің ұлымды, Совет Қазақ-Атайдың қызын, тағы біреудің ұлын деген сияқты. Соны мен айттым, осындай жағдаймен неге кеткен дедім. Қазақты келгенде бір бұйымтай болшы, қандай бұйымтайым жоқ дедім. Ал енді осы орайда. Содан мені айтты, енді сен енді онда бізге мына билікке тисе беріп тоқтат дегендей сес көрсетті. Содан мен кеттім. Содан бір күні балам Стамбулдан телефон соқты. Осында президент келді, қасына аудармашы болып бүйтіп жүрдім деді. Содан кейін бір күні Алматы қалалық атқару комитетінен маған қағаз келіп тұр, балаңызға осындай пәтер беріледі деп. Соны бардым. Барсам айтады, Серік Сұлтанғалиев деген. Осындай қағаз келіп тұр жоғары жақтан. Бірақ бұл мәселені қаланың басшысы Заманбек Нұрқаділов шешеді деді ғой. Сол Заманбекке бардым. Заманбек алғанда, сенбей әлгі мен жұмыстан кеттім деп. Енді маған келесің деді. Жоқ, өзіңіз ғой шақырған. Мен үшін отырғанда сен балаң пәтер алмайды деді. Алмаса алмай ақ қойсын деді.
Содан қойшы. Содан ақыры екеуміз айтысып бір уақытта маған айтты, сен осыны бізге жұмысқа келсең қайтеді. Қандай жұмысқа? Осындай ішкі саясатпен келсең. Келмеймін дедім. Сөйтсем айтады, жаман иттің басына алтын табаққа салса шоршып түседі деп, сен кімсің сөйтіп жүргенетін деп. Содан қойшы. Мен айттым, енді ақырында жібермейтін болғанын айттым, менің де басшыларым бар, мен солардың рұқсат сұрайын деп. Жарайды, бір жеті уақыт берді. Өзіміздің басшыларым Михаил Есенәлиев деген ол кісі бұрынғы Қазақ СССР-ның сыртқы істер министрі болған, ол біздің басшыларымыз. Совет Қазақ-Атай деген қазақтың белгілі оппозиционері, Совет өкіметіне қарсы портфелетті лақтырып жүрген Марат Шорманов деген болды. Марат Шорманов орынбасар болды мына кімнің де. Осы кісілермен ақылдасып едім, бар деді, бар міне. Міне содан енді Заманбек екеуміз айтыстық, тартыстық, содан кейіннен енді екеуміз жақсы араласып кеттік. Мынау шаңырақ деген әртүрлі жерлер бар ғой, басып алған. Қазақ жастар сол кезде жерлердің бәрін басып алды. Біздің бөлім сол басып алғандарға жер тегін берумен айналыстық. Мысалы 20 мың адамға жер беріп біз әрқайсысы 10 сотықтан. Тегін. Соны Заманбектің басшылығымен бердік біз. 300 бе 500-дей жас отбасыларына Алматының орталығынан пәтерлер алып бердік. Заманбектің бір керемет ерлігі мына өз қазағында соған етіп отыратын. Қазіргілер пара сұрамаса, пара бермесең бермейді. Ал тегін ғой, тегін алды. Қаншама қазақ жер алды. Қаншама қазақ үй алды. Осының бар Заманбектің еңбегі болатын. Зәкеңнің Заманбектің ең бір ерекшелігі басқа мына шенеуніктерге қарағанда, бұл өзінің ұлтын жан тәнімен сүйетін. Қазағым, ұлтым, жерім, елім деп сөйлейтін нәрсесін. Ал қазір біздің шала қазақтар, ана Шылдырбайлар мен Шылдырбектер, олар қазақ деген сөзді айтудан қорқады. Қазақстандық дейді. Қазақ десе атылып кететіндей көреді. Ал Зәкең керісінше бәрін қазаққа жасасам екен деді. Қазақтың небір өнерпаздарына, өнер адамдарына, жазушыларына, ақындарына бәріне тегін пәтер берген Заманбек Нұрқаділов болды. Содан қойшы енді Заманбек екеуміз, бұл 91 жылы мен келдім Алматы қалалық әкімдігіне. Содан 94-пе, 95 Заманбекті орнынан алатын болды. Алатын себебі Тө деген бір кәріс болды. Сол Заманбек көп балалы отбасыларына берейін деп тұрған үйді мен шешем деп айтатын көреді. Тө, жаман ит жегіш кәріс. Мен кіміз, сен кімісің деген ғой, соны Назарбаев жамандап айтып барды. Сөйтсе ол кісі Терещенко деген болды үкіметтің басшысы. Сол шақырып, сен неге Төға тиісесің деп. Төң неме десеңіз, Құдай ма, мен бе қаланың әкімі, ана ма деп. Мен ешкімнен қорықпаймын, мен әділ таза жұмыс істеймін десе, ол президентке ана сөздің бәрін жазып алып отырған ғой. Терещенко соны ана адамға берді. Ол адам Заманбекті орнына алып шықты. Содан жұмыссыз қалды. Содан кейін бәріміз кеттік жұмыстан. Бәріміз қайтадан оппозицияға бардық. Содан мен жаңағы әлгі Жұма Таймс деген газеттің құрылтайшысы болдым. Соны шығарып жүрдім. Осы газетке Заманбектің бүкіл әңгімесі қозғаған проблемаларының барлығын біз жариялап отырдық. Сол өлетін күні, мынандай қанды оқиға болатын күні маған айтты, таңертең сенбі болатын, сағат 11-лерде маған телефон соғып Жұмаш, сен ешқайда кетіп қалма деді. Неге деп едім? Біз саған мына сайлауға бомба болып жарылатын дүние беремін деді. Мен айттым, телефонмен неге айтасыз? Бәрін жазып алып отырған. Әкең айтса айта берсін. Тыңдаса тыңдай берсін. Полковниксің бе, генералсың ба мен тыңдап отырған? Жазған екен. Мен ешкімнен Құдайдан да қорықпаймын. Мен шындықты айтып отырмын деп сөйдеді. Кет қалма үйден деді. Бұл 11. Сағат 2-3 болып, 4 болып. Жоқ, не істерімді білмеймін. Сол үйіне барайын деп едім, әйелім барма деді. 3 жыл отыр деп отырды. Сол сағат 6 жарымда маған Заманбек өлтіріп, атып кетіп деген хабар есімде үйіне бардым тез. Ана әйеліне айттым, ана Заманбектің бүкіл құпия документтерін берме. Алып тығыптса деп есім, келсем маған айтады. Ең бірінші келгендер алдымен сол компьютерді бәрін көтеріп алып кетті дейді. Соны мен ол Зәкеңнің маған қандай материал беретін көрген жоқпын. Бірақ білетінім, мына президент, ол кезде сайлауға түсіп жатқан президентке қарсы материал болатын. Оны олар алып алды. Кейін тергеу болды.
Тергеуде мені де шақырды. Қайда дейді маған әлгі құпияда бомба болып жүреді. Мен айтам, оны қайдан білесіңдер? Білеміз дейді. Қалай білесің? Полковник түннің 12-де алып кетті. Заманбекті кім өлтірді дейді, сендерсіңдер дедім. Кім өлтіреді? Жай қалып несі бар Заманбекті. Құпияда кім еді? Бомба ол сендер алдыңдар деді. Менің қолыма тиген жоқ. Оны қайдан білдіңдер десем, әкеп тыңдатты ана. Сол кезде телефон тыңдайтын мен бір жеткірдім. Мен неге тыңдайсыңдар? Соттың шешімі бар ма? Мен сендерді сотқа беремін деп күшейдім ғой. Сонымен қойшы, Зәкең сөйтіп өзін-өзі 3 рет атқан. 2 рет жүрек, бір жүректің жоғары жағы, бір жүректің төменгі жағы. Ең соңғыда мына жерден атқан. Соны оқыма жақтан дейін, сонда өзін қазір үйінде суреті іліп тұр, соның бір жақ шетін талқандап кеткен. Әлгінге дейін солай тұр. Енді осы орайда жаңағы өлімге байланысты басқа да адамның қаны табылды деген сияқты. Сондай әңгіме бар. Анау мен де ойлаймын, сол бұл жалғыз адам. Мен ана Заманбек өзін-өзі кез келген адам өзін-өзі 3 рет ата алмайды ғой. Физикалық мүмкін емес дейсіз. Мүмкін емес қой. Бір рет атқанда және ана мынау емес, жүректің тұсынан атылған екеуі де. Одан кейін есің алып қалады ғой. Ана бір адам қолынан ұстап тұрып, өйткені ана қарудан қолдың белгісі шықты ғой. Зәкеңнің ғана қолы ана ұстап тұрған, сол ол үшін жеке меншік қаруы, наган. Сонда бір қолынан ұстап тұрғанда олар кім екені де ашылған жоқ. Тіп ашылады ғой, қайда барады дейсіңдер. Мына қазіргі бұл саяси жүйе тұрған кезде ештеңе де айтылмайды. Анау 86 жылғы желтоқсан қасіретінде де ол да ашылған жоқ. Ол үшін саяси жүйе тұтасымен ауысу керек. Сонда ғана айтылады. Ал енді сол жылдары Заманбек аға өзі Назарбаевты қатты сынап жүрді ғой. Қатты сынады. Сол орайда енді сол ақпараттармен мысалға шетелге диссидент ретінде барып, кейін халыққа ақпаратты беру мүмкіншілігі болды ма? Жоқ, Зәкең осы өлерінен 1-2 ай бұрын Қырғызстан арқылы неге Швейцарияға пәленбай қорап құжаттарды апарып өткізіп келді ғой. Барлық құпияда өзі сезгендей болды алды. Сол жерден өзі коррупция мен жемқорлықпен күрес деген бөлім ашты. Сол бөлім төрағасы Заманбек Нұрғалиев өзі тағайынды, өзінің айтуына қарағанда. Барлық құпия документтер сонда тығып келді. Қашет елде жатыр. Ал қазір ол құжаттар пайдаға асып жатыр ма жалпы? Жоқ, ешкім ашылы, ол туралы ешқандай әңгіме де жоқ. Өйткені ол кісі ешкімге сеніп тапсырған жоқ. Ол қазір өйткені сол өзі ол кісі айтады, мен өлмеймін дейді. Мен ешкім өлтіре алмайды дейді. Маған айтады, сен сақ бол, сен мен нетіп жүрсің, сен мен өлтіре алмайды дейді. Ал сол өлтіре алмайды деген адам анандай жағдайға келді ғой. Адам сен таңғаласың енді. Қалай болды ол, не болды деп, оның ешқандай дәлел жоқ, мынау анау өлтірді деген. Бәрі құпия күйінде қалып отыр. Бірақ түп шындығы ашылады. Зәкең марқұм мінекей арада міне 15 жыл өтіпті, ол кісі оқ ұшқалы. 15 жылдан бері әлі ештеңе де ашылған жоқ. Оның бәрі себебі белгілі, ол саяси мына жерде ешкім ашқызбайды. Ол кейін бәрі ашылады. Тарихта ашылмайтын нәрсе жоқ. Сталиннің де қырғындарының бәрі ашылып жатыр. У Заманбека он был в какой-то степени? У Заманбека был компромат. И вообще, в принципе, вообще компромат мог послужить мотивом для убийства Заманбека? Ну, можно так сказать, что компромат Заманбека, которым он размахивал уже в открытую, мог послужить причиной для убийства Заманбека. Президент Назарбаев, он очень, как его, ну не то что с боязнью, а очень нервно и вспыльчиво реагировал на угрозы компромата. Вот это вот его вообще сразу... или Заманбека именно? Нет, вообще. Он сразу становился взбешенным, когда ему кто-то намекал о каких-то там наличии компромата или чего-то. Вот. Поэтому это наличие компромата у Заманбека Нуркадилова, конечно же, могло быть причиной убийства. Так, ну вот получается, вот эта история с Заманбеком, там технически участвовал профессионал посторонний, киллер,
Или это был... Знаете, домыслов много. Меня спрашивают многие, как это было, что. Мне очень сложно говорить. Просто из-за бесед с теми людьми, кто проводил следствие, там ясно, что к этому делу приложили руки российские спецслужбы. Конкретно Главное разведуправление России. Исполнитель, да, исполнитель чеченец, сотрудник вот этого ГРУ. Угу. Вот, фамилия его известна. Привел его, ну, для проведения вот этого убийства, привез его Кекшаев некий. Тоже, может, слышали фамилию. Он работал немножко в администрации президента Казахстана, еще где-то. Ну, в общем, такая темная личность. Кекшаев за что отвечал в АП? Он ни за что, у него был свободный какой-то форвард в аппарате президента. Он из Калмыкии. Угу. Какие-то вот у него эти взаимоотношения с Римом, с Папой Римским, еще что-то вот связано с религией его деятельность была. Вообще, в принципе... Привозил в администрацию президента всяких колдунов, там что-то такое. Столица в те времена уже переехала в Астану. Это и явилось причиной очередного падения Заманбека. В отличие от любого нормального чиновника, он не летал еженедельно бить челом о паркетные полы высоких кабинетов, а предпочитал сидеть в Алма-Ате, маленькой подведомственной ему области. Потом Нуркадилова перевели министром по чрезвычайным происшествиям с местом дислокации снова в Алма-Ате, из которой он ни под каким видом уезжать не хотел. Когда же Нуркадилов в очередной раз ответил отказом на звонок другого премьер-министра Даниала Ахметова с требованием явиться на столичный ковер, его терпение окончательно лопнуло, хоть дело и обошлось на этот раз без 3 букв. Но появилось его открытое заявление о коррупции в правительстве. Сценарий повторяется. Обиженный Ахметов бежит к защитнику-президенту, и Нуркадилов снова остается без работы. Отсюда и началось его путешествие в оппозицию, которое трагически закончилось 12 ноября 2005 года. Заманбек Нуркадилов был застрелен у себя дома 3 выстрелами, 2 в грудь и 1 контрольным в голову из своего личного табельного оружия револьвера «Кобальт». Если бы президентская власть не заставила расследование остановиться на самой фантастической, самой абсурдной, самой оскорбительной версии самоубийства, я мог бы поверить, что она не причастна к этой трагедии и что речь не идет о классическом политическом убийстве. Разумеется, это не был суицид. 3 пули, 1 из них в голову, пистолет не отброшен, не зажат в руке, а лежит аккуратно рядом на подушке. В ванной комнате наспех стертая кровь. Положение тела не совпадает с траекторией пуль, значит, оно было перенесено. Это самые поверхностные факты, которые смогли расследовать журналисты газеты «Караван». Полиция же получает приказ закрыть глаза на все факты, вещественные доказательства и прекратить расследование. Любой, кто знаком с механизмами нашей машины власти, прекрасно понимает, что такой приказ мог поступить только из одного центра, из президентского дворца Аккорда. А в самой Аккорде только один человек может принять решение. Это ее хозяин. Удивительно, но ровно за месяц до этих трагических событий президент Назарбаев назначил новым министром внутренних дел Бауржана Мухамеджанова.
Именно при его непосредственном участии были сфабрикованы многие уголовные дела, главной задачей которых являлось избавить Назарбаева от потенциальных конкурентов на президентский пост. Мухамеджанов справился с заданием без чести и с очень грязными руками. Не удивлюсь, если через некоторое время Назарбаев уже самого Мухамеджанова посадит в тюрьму или устранит, чтобы спрятать все концы в воду. Будь это бытовое убийство или разбойное нападение, при таком публичном внимании следствие шло бы вперед, несмотря на любое давление заинтересованных сторон. Нуркадилова убили за 3 недели до президентских выборов. Официальная пропаганда пыталась использовать этот факт в пользу Астаны. Дескать, Назарбаеву было невыгодно дестабилизировать обстановку во время электоральной кампании. Это действительно так, если не учитывать одно обстоятельство. Крестного тестя преследует один неприходящий страх – народных выступлений и демонстраций. Это тревожное чувство, с которым он живет все свои президентские годы, что доведенная до черты бедности протестующая молодежь наконец выступит с массовыми акциями неповиновения диктатору. И именно перед президентскими выборами этот страх обостряется как никогда. А южные кланы Казахстана всегда слушали Заманбека Нуркадилова, ставшего непримиримым критиком президента и его режима. Таковы составляющие этого простого уравнения. Остановить полицейское расследование было выгодно только тому, кто отдал приказ на ликвидацию популярного политика. И мы знаем имя того человека, который единственный в стране мог остановить КНБ, полицию и прокуратуру. Верховенство закона приказало долго жить в Казахстане. До сих пор жалею, что не встретился с покойным Заманбеком Нуркадиловым ровно за 2 недели до убийства. Он приходил к моим родителям и попросил о встрече со мной. Я в служебной суете и командировках не придал должное внимание его просьбе. Что же хотел сказать опальный политик, так и осталось тайной.